Гранатаның денсаулыққа пайдасы, қандай аурулардың алдын алады? Сәлем достар, бүгін сіздерге ерекше жеміс гранатаның пайдасы туралы айтып беремін. Неге оны күн сайын жеу керек? Қандай аурулардың алдын алады? Соңына дейін көріңіз. Себебі соңында сізді қызықты лайфхак күтіп тұр. Бірінші, иммунитетті күшейтеді. Гранатаның құрамында С дәрумені көп. Бұл иммундық жүйені нығайтады. Суық тию мен тұмауды қорғайды. Жүрек пен қан тамырларын қорғайды. Граната қан айналымын жақсартады, холестерин деңгейін төмендетеді және жүрек ауруларының алдын алады. Сонымен қатар қан қысымын реттейді. Гипертониямен күресесіз бе? Гранатаның шырыны қан қысымын тұрақтандыруға көмектеседі. Қартаю процесін баяулатады. Бұл жемісте антиоксиданттар өте көп. Теріні жас әрі әжімсіз ұстағыңыз келсе, гранатаны рационыңызға қосыңыз. Асқазанға пайдалы. Асқазан ішек жолдарын жақсартады, ас қорытуды жеңілдетеді және зиянды бактерияларды жояды. Қандағы қан деңгейін реттейді. Қант диабетімен ауыратындарға пайдалы. Қант деңгейін қалыпты ұстайды. Гемоглобинді көтереді. Анемия, яғни қан аздық кезінде гранатаны жеу ұсынылады. Себебі құрамында темір көп. Сонымен қатар жүрекке пайдалы. Зерттеулерге сәйкес граната жүрек ауруларының алдын алады, қан қысымын төмендетеді және холестерин деңгейін реттейді. Иммунитетті күшейтеді. Гранатаның құрамында С дәрумені иммунитетті нығайтып, суық тиюден қорғайды. Қант диабетіне қарсы. Гранатаның шырыны қан деңгейін төмендетуге көмектеседі. Сондықтан диабетпен ауыратындарға өте пайдалы. Ерлер денсаулығы үшін маңызды. Граната тестостерон деңгейін арттырып, ерлердің репродуктивті жүйесін жақсартады. Бұл табиғи энергия көзі. Сонымен қатар қатерлі ісіктің алдын алады. Ғалымдар гранатаның кейбір онкологиялық аурулардың дамуын баяулататынын анықтаған. Әсіресе кеуде қуық асты безі және тоқ ішек ісігіне қарсы әсері бар. Күн сайын 1 стакан гранат шырынын ішіңіз, немесе жарты граната жесеңіз, денсаулығыңыз айтарлықтай жақсарады. Денсаулығыңыз мықты болсын. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып, каналға жазылып кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.